Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Иса олардан яһудилерден қарсылықты кәпірлік майданында қасарысып, Исаны өлтіруге бекінгенін сезген кезде, Алла үшін маған кімдер жәрдем береді, деді. Хауарилер оның қасындағы Аллаға сенгендер айтты: біз Алла үшін көмекші боламыз. Біз Аллаға сендік. Сен куә бол. Біз шын мұсылманбыз. Раббымыз, сен түсірген кітапқа сендік. Пайғамбарға ұйыдық. Бізді куә болушылардың, шахидтердің қатарына жазғайсың. Олар Исаға қулық істепті. Алла да оларға қарсы амал істепті. Алла амал істетушілердің ең шебері. Яһудилер айла шарғымен Исаны өлтірмекші болғанда, Алла амалын тауып Исаны аспанға алып шығып кетті. Сол кезде Алла айтты: ей Иса, уақытың жеткенде жаныңды аламын және аспанға өз қасыма көтеріп әкетіп, кәпірлерден пәк етемін. Сені өлтірмекші болған қаскүнемдердің қастандығынан сақтаймын. Саған ергендерді қияметке дейін кәпірлерден үстем етемін. Сонан соң менің алдыма қайтасыңдар. Сендер таласқан іс Иса туралы мен үкім шығарамын. Ал енді қарсы келгендерге бұл жалғанда және ақыретте қатты жаза беремін. Оларға Алланың жазасын тосатын ешбір қолдаушы шықпайды. Иман келтіріп ізгі іс істегендердің сауабын Алла толық береді. Алла залымдарды ұнатпайды. Міне, бұлар саған оқып беретін аяттарымыз және хикметті зікіріміз, Құранымыз. Расында Алланың қасында Исаның мысалы да адам атаның мысалына ұқсайды. Алла адамды топырақтан жаратты. Одан соң оған бол деп еді, ол бола қалды. Бұл Алладан аян болған ақиқат. Ей Мұхаммед, енді бұдан шүбәланушы болма. Саған Иса туралы мәлімет келгеннен кейін, кім саған дау айтса, сен оларға келіңдер. Біз де, сендер де ұлдарымызды, әйелдерімізді, өзімізді шақырып бір араға қосып, барлығымыз Аллаға жалынып, Алланың лағнеті өтірікшілерге тисін деп қарғыс айтайық деп айт. Исаға байланысты бұл сөз шындық қисса. Бір Алладан басқа ешбір құдай жоқ. Алла сөзсіз жеңіс иесі, әрі хикметті. Олар иманнан бет бұрса, олардың бұзық болғаны. Алла бұзықтарды түгел біліп тұрады. Ей кітап иелері, яһудилер мен насаралар, сендер және біздер болып мынадай бір ортақ ауыздылыққа келейік. Бір Аллаға ғана құлшылық етейік. Оған ешқандай ортақ қоспайық. Алладан тыс бір-бірімізді тәңір тұтпалық деп айт. Егер олар мұнан бас тартса, біздің мұсылман екендігімізге куә болыңдар деңдер. Ей кітап иелері, Ибрахим жөнінде оны өз дінімізде деп не үшін дауласасыңдар? Тәурат пен Інжіл одан Ибрахимнен кейін түсірілді. Түсінбейсіңдер ме? Яһудилер және насаралар, сендер өздерің білетін нәрселерің Иса хақында таластыңдар. Ал білмейтін нәрселерің Ибрахим хақында не үшін таласасыңдар? Ибрахимнің жай күйін Алла біледі. Сендер білмейсіңдер. Ибрахим яһуди де, насара христиан да емес. Нағыз мұсылман. Ол мүшрик те емес еді. Расында Ибрахимге ең жақын болғандар, оған, оның жолына ергендер. Бұлар пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам және осы пайғамбардың үмметі болған мүминдер. Алла мүминдердің иесі.
Кітап иелерінен бір тобы сендерді адастырғысы келеді. Олардың мұнысы тек өздерін адастырады, бірақ мұны өздері сезбейді. Ей кітап иелері, Алланың аяттарының ақиқат екенін біле тұрып, оны неге мойындамайсыңдар? Ей кітап иелері, не үшін ақ пен қараны шатастырып, біле тұра ақиқатты Мұхаммедтің Таураттағы сипаттарын жасырасыңдар? Кітап иелерінен бір топ адам айтады: мүминдерге түсірілген уақиға, Құранға күндіз сеніп, түнде қарсы шығасыңдар. Осылай істесеңдер, олардың иманнан беті қайтуы мүмкін. Өз діндестеріңнен басқаға сенбеңдер деп, Мұхаммед оларға хақ жол Алланың жолы де. Сендерге берілгендей уақи өзгелерге де берілетініне, немесе олардың Раббыларыңның алдында сендермен айтысатынына, тіпті жеңіп те кететініне сенбеңдер дейді. Демек, олар өз дінінде болмаған адамның пайғамбарлығын да мойындамайды. Ей Мұхаммед, оларға мол рахым, пайғамбарлық Алланың ғана қолында, ол оны қалаған адамына береді де. Алла аса кең, бәрін білуші. Ол қалаған адамына ерекше мархаматын айлайды. Алла дархан, қайырым иесі. Кітап иелерінің кейбіреуіне көп қазына аманат қойсаң да қайтарып береді. Ал ішінара адамдар бір динар аманат қойсаң да, басы қасында болмасаң қайтарып бермейді. Өйткені олар надандар жөнінен біздің дінімізде болмағандардың малына қиянат етсек, бізге қылмыс жоқ дейді. Олар біле тұра Аллаға өтірік айтады. Олай емес, кім уағдаға опалы болса, күнәдан сақтанса, расында Алла да осындай тақуаларды жақсы көреді. Аллаға берген серті мен антын аз ақшаға сатқандарға ақыретте сыбаға жоқ. Қиямет күні Алла оларға тіл де қатпайды, оларға көзінің қырын да салмайды, және оларды күнәдан да ағартпайды. Оларға азапты жаза бар. Олардың яһудилердің бір тобы кітапта болмаған нәрселерді кітаптағы нәрсе деп ойлауларың үшін тілдерін бұраңдатып, бұл Алладан түскен дейді. Ол Алладан түскен емес. Олар біліп тұрып Аллаға әдейі өтірік айтады. Алла бір адамға кітап, даналық және пайғамбарлық берген болса, содан кейін оның өзге адамдарға Алладан шеттеп маған пенде болыңдар деуі лайық емес. Қайта кітапты үйреткендіктерің, оқығандықтарың үшін Раббының шынайы құлы, кемелді дін ғалымы болыңдар деуі лайық. Ол сендерге періштелер мен пайғамбарларды Құдай тұтуды бұйырмайды. Сендер мұсылман болғаннан кейін пайғамбарларың күпірді бұйыра алама? Бір кезде Алла пайғамбарлардан уағда алып, мен сендерге кітап және хикмет бердім. Кейін сендерге берілген кітап пен хикметті растаушы бір пайғамбар келсе, сендер оған сөзсіз сенулерің және көмектесулерің керек. Сендер уағдамды қабылдадыңдар ма? Менің осы ауыр уағдамды мойындарыңа алдыңдар ма? Дегенде олар мойындадық десті. Ол: Алла, ендеше куә болыңдар. Мен де сендермен бірге куәгерлерденмін деді. Ал содан кейін кім уағдадан тайса, күнәһар болады. Олар, яһудилер мен насаралар, Алланың дінінен басқа дінді көксей ме? Аспан әлемі мен жер жүзіндегілердің барлығы ерікті және еріксіз түрде бір Аллаға тәсілім болады. Және түбінде қияметте оның алдына қайтарылады. Ей Мұхаммед, оларға біз Аллаға өзімізге түсірілгенге, Құранға, Ибрахим, Исмаил, Исхақ,
Яқуптарға және олардың ұрпақтарына түсірілгенге, Мұсаға түсірілгенге, Тәуратқа, Исаға түсірілгенге, Інжілге, сондай-ақ Раббыларынан барлық пайғамбарға түсірілгенге, кітаптарға сендік. Біз пайғамбарлардың еш қайсысын алалап отырмаймыз. Яғни кейбіріне сеніп, кейбіріне сенбей қоймаймыз. Біз Аллаға мойынсынушылармыз деп айт. Кімде-кім исламнан өзге дінді көксесе, оныкі қабылданбайды. Ол ақыретте зиян тартушылардың қатарында болады. Иман келтіріп пайғамбардың хақтығына куә болғаннан және айқын дәлелдер келгеннен кейін кәпір болған қауымды Алла қалайша тура жолға салсын. Алла залым қауымды тура жолға салмайды. Мұндайлардың жазасы Алланың періштелердің бүкіл адам баласының қарғысына ұшырау ғана. Олар мәңгі тозақта болады. Олардың жазасы жеңілдетілмейді де кешірілмейді. Бірақ артынан тәубе қылып түзелгендері мұның сыртында. Алла расында өте кешірімді, ерекше мейірімді. Иманға кіргеннен кейін қайтадан күпірлік істеп қарсылығын арттыра түскендердің тәубесі әсте қабыл болмайды. Міне бұлар азғындар. Кәпір болып, кәпір күйі өлгендердің еш қайсысы жер жүзін толтыра алтын төлесе де қабыл етілмейді. Олар қатты азапқа ұшырайды. Оларға азаптан құтқарып алатын еш медеткер табылмайды. Сүйген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша, садақа бермейінше, жақсылыққа қол жеткізе алмайсыңдар. Не жұмсасаңдар да Алла оны сөзсіз біліп тұрады. Тәурат түсірілуінен бұрын Исраилдың, Яқуптың өз басына ғана арам еткен жемтіктерден, түйенің етінен және сүтінен басқаның барлығы Исраил ұрпақтарына халал еді. Ей Мұхаммед, оларға егер шыншыл болсаңдар, Тәуратты әкеліп оқып көріңдер деп айтқын. Осыдан кейін дәлелдер ашыққа шыққаннан кейін кімдер өтірік айтып Аллаға жала жапса, әне солар залымдар. Алланың айтқаны хақ, ислам деп аталған. Ибрахимнің хақ дінін ұстаныңдар. Ибрахим мүшриктерден емес де. Адам баласы үшін ғибадатқа арналып тұңғыш салынған үй Қағба Меккеде. Ол берекелі, бүкіл әлемге жетекші жай. Онда айқын дәлелдер, ғаламаттар және Ибрахимнің мақамы орны бар. Кім оған кірсе қамсыз болады. Шамасы жеткен адамдардың Алланың разылығы үшін Қағбаны хаж етуі парыз. Кімде-кім қарсы келсе, Алла күллі әлемнен беймұқтаж. Ей Мұхаммед, оларға, ей кітап иелері, Алла істегендеріне өзі куә болып тұрса, неліктен Алланың аяттарын мойындамайсыңдар де. Ей кітап иелері, ислам дінінің туралығына өздерің куә бола тұра, иманға кіргендерді Алланың хақ жолынан тосып, Алланың жолын теріс көрсетпек болуларын қалай? Алла істегендеріңнен бейхабар емес деп айт. Ей мүминдер, кітап берілгендердің бір тобына мойынсынсаңдар, иман келтіргендеріңнен кейін сендерді олар қайтадан кәпірлікке қайтарады. Сендерге Алланың аяттары оқылып тұрса, Алланың елшісі де араларыңда болса, қалайша кәпір болмақсыңдар. Кім Аллаға, оның Құранына жабысса, анығында ол тура жолға түсіріледі. Ей мүминдер, Аллаға шынайы тақуа болыңдар. Дүниеден кетерде мұсылман күйінше өліңдер. Алланың арқанынан, дінінен бәріңде жапса ұстаңдар, айрылмаңдар, бөлшектенбеңдер. Алланың берген нығметін еске түсіріп тұрыңдар. Бір кезде сендер бір-біріңмен дұшпан едіңдер, ал Алла жүректеріңді достастырып еді. Алланың нығметімен бір таңда өзара туысқандай болып қалдыңдар.
Сендер тозақ ұрасының ернеуінде едіңдер. Алла сендерді одан құтқарды. Тура жолға түсулерің үшін Алла өзінің аяттарын осылай айқын баяндайды. Сендердің араларында адамдарды жақсылыққа бастайтын, ізгілікке бұйырып, жаманшылықтан шектейтін бір топ жұртшылық болсын. Әне, солар бақытқа кенелетіндер. Айқын дәлелдер келгеннен кейін керісіп, алды-алдына быт-шыт болғандар, яһудилер, насаралар сияқты болмаңдар. Қияметте алапат азап әне соларға түседі. Қияметте кейбір жүздер ағарып, кейбір жүздер қараяды. Сонда жүзі қараларға періштелер иман келтіргеннен кейін қайта қарсы болдыңдар ма? Ендеше сол қарсы болғандықтарыңның жазайын тартыңдар деп айтады. Ал ақ жүзділер Алланың рахметінде жәннатта болады да, онда мәңгі қала береді. Міне, бұл Алланың аяттары. Ей Мұхаммед, бұларды саған шындықпен оқимыз. Алла ғаламға зұлымдық істеуді қаламайды. Аспан әлемі мен жер жүзіндегі күллі болмыс Аллаға тән. Барлық іс Алланың алдына қайтарылады. Ей Мұхаммедтің үмметі, сендер адамзат үшін жарыққа шығарылған адамдарды жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыятын, Аллаға сенетін қайырлы бір үммет болдыңдар. Егер кітап иелері иман келтірсе ғой, онда олар үшін тағы жақсы болар еді. Олардың ішінде имандылар да бар, бірақ олардың көбі пасықтар. Олар біраз машақат салғаннан басқа саған зәредей зиян захмет келтіре алмайды. Егер сендермен соғыса қалса, сендерді соңына түсіреді, артқа шегінеді және оларға көмек берілмейді. Қай жерде болсын, олардың Алланың немесе мұсылмандардың қолдауында бола алмағандары қорлыққа түсіп, соққы жеді. Алланың ашуына тап болып, мұқтажықта қалды. Бұл олардың Алланың аяттарына қарсы шығып, пайғамбарларды нақақ өлтіргендіктерінен болды. Сондай-ақ Алланың аяттарына қарсы келіп шектен шыққандықтарынан болды. Олардың бәрі бірдей емес. Кітап иелерінің түнде тұрып, Алланың аяттарын оқып, сәжде қылатын бір тобы бар. Олар Аллаға ақырет күніне сенеді, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыяды, жақсылыққа асығады. Міне бұлар жақсы адамдар. Олар қандай жақсылық істесе де, еңбегі еш кетпейді. Алла тақуаларды біледі. Кәпірлерді малы мен әулеттері Алланың азабынан құтқармайды. Олар тозақтықтар, мәңгі тозақта қалады. Олардың бұл дүниеде риямен берген садақалары бейне залым қауымның егістігіне тиіп, ойран қылған ызғарлы боранға ұқсайды. Алла оларға зұлымдық істемеді, қайта олар өз бастарына зұлымдық істеді. Ей мүминдер, діндестеріңнен басқаны сырлас тұтпаңдар. Олар сендерге қастық істеуден тайынбайды. Сендерді машақатта қалса екен деп тілейді. Олардың дұшпандығы ауыздарынан ақ білініп тұрады. Ал көкейге бүккендері одан да жаман. Түсінер болсаңдар, сендерге расында талай аяттарымызды баяндадық. Сендер оларды дос тұтқандарыңмен, олар сендерді дос тұтпайды. Сендер көктен түскен кітаптардың бәріне сенесіңдер. Сөйте тұра, олар сендерге сенбейді. Олар сендермен кездесе қалғанда, біз де иманға кірдік дейді. Оңашалана қалса, сендерге кектенгендігінен бармақтарын тістейді. Ей Мұхаммед, құсадан өліңдер деп айт. Ақиқатында Алла көкіректегінің бәрін біледі. Егер сендерге молшылық немесе олжа сияқты бір игілік нәсіп болса, олар қайғы шегеді. Егер сендерге ауырлық, ашаршылық, жеңіліс сияқты бір жамандық келсе, шаттанады. Егер сендер сабырлы болсаңдар, сөз әрекетте
Алладан қорқыңдар. Олардың амал айласы сендерге титтей де зиян сала алмайды. Алла олардың істегендерін әбден біліп тұрады.